Саламатсыздар ма? Сізбен бірге Алға топ сервисі. Егер де сіз предзаказ арқылы жұмыс жасағыңыз келсе, немесе сіздің Каспи дүкеніңіз лимитқа ұшыраса, лимит дегеніміз ол бізге Каспи 30 минуттың ішінде тек қана 250 өзгеріс жасауға мүмкіндік береді. 250 өзгерістің ішіне товарды сатылымға қою, сатылымнан алу және товардың бағасын өзгерту, жалпы айта кетсек, товардың баптауы бойынша барлығы кіреді ішіне. Осы лимитті шектеулікті алып тастау үшін біз өзіміздің жеке әдісімізді ойлап тапқанбыз. Бірақ та онымен жұмыс жасау үшін өзінің кішкене өзгешеліктері бар. Ең алдымен мен сізге предзаказбен қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп жіберейін. Ол бізде өте оңай орнатылады. Мысалы, өзіңіздің магазиніңізге кірдіңіз, дүкеніңізге, тауарлардың ішінде осы жерде батырма болады, алдын ала тапсырыс беру деген. Бірақ та бұны қосу үшін сіз міндетті түрде бізге жазуға қажетсіз. Бізге жазасыз, содан кейін біз сізге оны қосып береміз. Осы жерге мысалы 15 күн деп жазсаңыз, Каспиге біз 15 минуттың ішінде бір рет ақпаратты жібереміз. Сосын 15 минуттың ішінде осы жерге предзаказ орнатылады. Содан кейін бұл товар 15 минуттан кейін доставкасы болады деп Каспиден шығып тұрады. Солай сіз предзаказды орнатасыз. Ол біріншісі. Осы методта жұмыс жасаған кезде сіздің товарларыңыз 15 минутта бір рет ауысады бағасы. Оның негізінен жылдамырақ жасауға болады, бірақ та ол үшін осы батырмаға басасыз, басымдылық берілген жылдамдық дегенді. Сонда біз товарлардың бағасын 2-3 минутта бір рет ауыстырамыз. Бірақ та бұл жерге тағы да көп товар қоспаңыз, себебі товар Каспи дүкеніңіз лимитқа ұшырауы мүмкін қайтан. Ол біріншісі. Екіншісі, егер де сіз қалдықпен жұмыс жасасаңыз, асаттықпен мысалы Каспиде орнатсаңыз, біздің сервисте орнату керек. Егер де сіз осы методпен жұмыс жасасаңыз, немесе предзаказбен жұмыс жасасаңыз, міндетті түрде бізде орнатасыз. Мысалы, қалдығы 5 штук деп тұр. Бірақ та бұл жұмыс жасау үшін дүкен баптауларына кіріп, API кілтін міндетті түрде орнатасыз. Егер де орнатылмаған болса, онда товарлар шешілмейді. Осы жерде орнатасыз API кілтін, содан кейін қалдықтарын тек қана бізде орнатасыз. Енді, егер де Каспимен жұмыс жасағыңыз келсе, ол үшін сіз мысалы біз енді сатылымнан негізінде біздің сайт арқылы жұмыс жасауға болады. Ең оңай әдісі сол. Ботты өшірмей-ақ, ешкім естімей, мысалы осы жерде товар таңдай саласыз, мысалы бірнеше товарларыңыз болса, осы жерге басып саласыз да, сатудан алып тастауды басасыз. Снять с продажи. Сосын 15 минуттың ішінде товар продажадан алып тасталады. Және де солай сатылымға шығарасыз. Мұны мына жерге таңдайсыз, сатылымда деген товардың ішінден, осы жердің ішіне барлық товарларды қарауға болады. Сатылымнан алынып тастаған дегенді басасыз да. Жаңағы товарымызды іздеп, мысалы 1-2 товар, осы қайсы керек таңдап сатуға қоя саласыз. Содан кейін ол қайтадан 15 минуттың ішінде бір рет шығады. Дәл сол уақытта шықпайды. Енді Каспи арқылы жұмыс жасағыңыз келсе, мысалы Каспи Pay'ға кіріп, егер жаңа товар енгізгеніңіз келсе, ол үшін дүкен баптауларына кіресіз. Содан кейін ботты өшіресіз міндетті түрде. Сақтау батырмасына басасыз, бот өшіріліп тұр. Сосын Каспиге кіреміз. Мысалы мен осы товар бойынша жұмыс жасап көрсетейін. Снять продажи. Мен товарды мысалы сатылымға шығарайын, выставить на продажу деп. Анау товарды сатылымнан алып тастаймын. Снять продажи. Қазір сәл уақыт күту қажет. Мен видеоны паузаға қоямын, бірақ та ол уақыт сізге тез өтеді. Осы қазір паузаға қоямын, содан кейін сізге көрсетемін әрі қарай. Осы товар сатылымға шықсын, Каспиден күте тұрамыз. Менде арада 5 минут уақыт өтті. Мысалы, жаңағы товарымыз сатылымнан шешілді Каспиден, толықтай снять вручную шығып тұр. Енді в продаже мен жаңағы товарды енгіздім. Енді қайтадан біз ботқа кіреміз. Ботқа кірсеңіз, сізде алдыңғы товарыңыз тұр. Мысалы, жаңағы корзинаны біз Каспи комметтен шығарып тастадық қой. Осыны синхронизация жасау керек бізге. Оны жасау үшін осы құралдар батырмасына басасыз да, деректерді синхрондау кнопкасына басасыз. Ол синхрондау 10-15 минуттың ішінде болуы мүмкін. Бірақ та одан да жылдам болуы мүмкін, мысалы 1-2 минуттың ішінде. Сәл уақыт күту қажет. Басып қойдым, енді күте тұрамыз. Мен қазір паузаға басам қайтадан, сосын шыққан кезде сізге хабарлаймын. Менде арада 1 минут өтті уақыт. Мұны жаңағы товарымыз біздің енгізілді. Енді осы жерге настройкасын жасаймыз да, мысалы предзаказ керек болса, осы жерге предзаказын енгіземіз. Мысалы 21 күн деп енгіземіз да, содан кейін ботты қоса береміз. Содан кейін бот өзі жұмыс жасай бастайды. Болды, осылай жұмыс жасайды.
Сұрақтарыңыз болса бізге WhatsApp-қа жазыңызға болады. Біз демалыссыз күнде сағат таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс жасаймыз. Сау болыңыздар.